18 бен 25 қайтып келмейді қыздарым. Сондықтан билеп алайық, еркелеп алайық, құтырып алайық арасында. Енді мені көріп отырған кейбір нервный адамдар болады. Мынау жас 60-қа келіп, не қарт деп қарт емес, не жас деп жас емес. Мынау нағылған адам деп. Енді әр адам өзі қалай біреулер сұрап атады, сен намаз оқисың ба? Или біреулер сұрап атады, 60-қа келгенде осының дұрыс па деген сияқтылар болады. А мен ойлаймын, әр адам еркі. Так что ешкімнің кім не айтады? Әркімнің еркі. Главный сен мына ақыл есің түзу болсын. Главный аузың мен миың бірдеңе айтайын деп атқанда, бірдеңе жасайын деп атқанда, мына аузың мен мына миың жұмыс жасау керек, екеуі қосылып тұру керек. Главный, это главный. Ал енді мен сіздерге айтайын, мысал үшін өздері, мысал ол кездерде, үлкен кісілердің кезінде, бұрынғы кездерде самолет деген болған жоқ. Жаңағы не деген болған жоқ. Сотка деген болған жоқ, интернет деген болған жоқ. Болмаса не деген болған жоқ. Енді адам баласы өзгере береді. Мысалы, бір қатып қалған не жоқ қыздар. Қатып қалған бір осы 60-қа келгенде осылай болу керек, 70-ке келгенде осылай болу керек деген қатып қалған адамда бір не жоқ, ереже жоқ. Мысалы, маған кейбіреулер айтады, кешеде біреулер келгенде үлкен кісілер ғой, енді айтып жатыр. Келін деген былай болу керек емес пе, келін деген солай болу керек емес пе? Мен былай деп ойлаймын, өзім моя логика не знаю, да? Келін ол өзі выбирать етсе ғана, өзі алтын келін болам деп выбирать етсе ғана ол ізденеді. Ал ол выбирать етпеген болар. Мен енді оны заставить етіп, мысал үшін. Или мен, мысалы, қазір өзім алтын ене болуды выбирать еттім. Сондықтан мен өзім үшін жауап берем, болды. Ол айтқан жоқ, ол маған келген келін айтқан жоқ. Или маған келген күйеу бала айтқан жоқ. Мына үйге мен келіп, мен алтын болам деген жоқ. А неге мен оны алтын қылуға тырысуым керек? Ол өзінің басында, өзінің планында болмаса, неге мен алтын қылуға тырысуым керек? Мен осыны түсінбеймін. Енді мен ғой алтын болғым келіп тұрғаны. Сондықтан мен алтын болуға тырысам. Мен қалайда өзім алтын болуға тырысам, қыздар. Сол сияқты сендер де. Сендер ғой психологияға келіп атқан. Сендер ғой алтын келін болып, будущем алтын ене болғыларын келіп атқан. Сондықтан оставьте в покое, қыздар. Адам өзі осознанно жасаймын, мен осознанно осылай боламын демесе, не трогайте, пожалуйста, не трогайте, соған энергияларын кетеді. А мен өзім білем, қалай, мен өзім сондай алдыма мақсат қойдым. Алтын ене атануға. Барымша, бар білігім бойынша алтын келін атанғым келді. Бірақ та мен со алтын келін деген атақты маған нағашым деп, енемнің туған інісі бар, Бағыт нағашы деген бар. Қорбанов Бағыт нағашы деген бар, танитын адамдар болар. Сол кісі айтты менің неме. Барлық менің енеме айтыпты. Барлық келіндерді көріп отырмау жәке деп. Жаңыл деген енемнің аты ғой енді. Алла кешірсін айтып жатырмын да. Современныйларымыз ғой. Современный келіндер. Сондай современный енеміз. Сондықтан сол кісі, менің арманым болды, алтын, оя, рая, алтын деп неге айтпайды екен, оя, жаным, рая деп неге айтпайды екен, Ямаса, құлыншағым алтыным деп неге айтпайды екен деген ішінде болды, я? Бірақ ең соңында я добилась этого. Мен бәрібір Алламен связьда жүрдім. Мен бәрібір Алламен, айтпаса айтпай-ақ қойсын. Мейлі. Мен главный өзім үшін жауап берейін. Сол кезде де мен кішкене болса түйсігім болған болып тұр ғой. Санам болған болып тұр ғой. Білмеймін әйтеуір, қалай десе олайды айттым ғой мен. Жынданғанда сыртқа шығып кетіп, кастрюльдерді алып кетіп тазартатын едім деп. Сонда енді айқайлап ұрысып отырып алмаймын олармен. Каким-то образом сыртқа шығып кетем де, о кезде
средства жаңа нелер болған жоқ. Соны жаңағы алюминиевый кастрюльдер ғой, ол кезде анандай кастрюльдердің, жылтыраған кастрюльдердің түрі болған жоқ да. Жынданамда, оларға жынданып, бетін жыртсып, үндеме деп өсірді ғой шешеміз енді, анамыз. Дыбысын шығарма, үндемеген үйде пәледен құлады. Дыбысын шығарма, үндеме. Үндемеймде жаңа жынданып кетсем, барамда далаға шығып, менің көңілімдей болмайды, менің идеалым болмайды, сосын ішім қайнап жатыр, ішім тырысып жатыр, бірақ мен сыртқа шығып кетіп, жаңа кастрюльдерді алып кетіп, жаңағы топырақпенен ысып, жаңағы жыным келіп, ысып отырам екенде, соны жалтылдатып қоям, как новый прямо. Алюминдер новый болып қалады деді. Сол сияқты қыздар, бірақ мен түбі добилась. Түбі, сол сырт со стороны көріп, түбі добилась. Айтыпты, жаңағы енемнің інісі, Бағыт нағашы айтыпты. Ай, осы жәке, барлық келіндеріңнің ішінен осы Рая келінің алтын ал. Ол мамамдыра көрді. Анасына қарап қызын ал деген, анасы бір жайсаң, үндемейтін, дыбысы шықпайтын, ешқандай властьқа қызықпайтын, сондай ана ғой Торша деген анасы. Енді осы Торшаның қызы ең соңында осы Рая келінің осы сенің алтын деп айтты. Мен соған мақтандым ғой. Енді сәбеймін ғой менде. Соған мақтанып, сол кісі келген сайын подаркілетіп отыратын едім. Сол кісі келсе, подаркы беріп, сол кісі келсе, нағашы деп, сіз аман жүріңізші, сіз өліп қалмай тек аман жүріңізші, а то мені кім алтын келін деп айтады. Нағашы деп, сол кісіге необычный не беретін едім. Сол кісіге необычный жаңа бірдеңелерін көңілден шыққым келіп, сол кісіге бір пальто болса да, сол кісіге бір әлесімде бір таяқ подарить еттім. Андай аузында жаңа светі бар, светильнигі бар, свет жанып тұрады, бір кнопкасында, былай карманға салып алуға да болады, жинақтап, іздеп жүрмей. Соны мен барып, әдейіліп соны алдым да, сол кісіні қалай қуантсам екен деп. Соны келген сайын сосын мені мақтайды. Жаңа жеңгелерім отырады, бәрі отырады, бүкіл қонақты көнше мені мақтайды. Қараңдаршы, осындай келін кімде бар? Еще тамағын береді, толтырып дейді. Әдемі қылып тамағын береді, столын жасайды. Еще кетіп баратқанда подарок береді дейді. Соған енді жаңағы енді сөйлеп атады нелер бар енді. Енді, конечно, ол күйеу әкеліп беріп атқасын, бәрін таутеке қылып ақшасын әкеліп беріп атқасын дейді. Сосын мен айтам, бәрі де әкелді ғой, сізге де әкелді. Енді сізге де әкелді, ағаларым сізге де әкелді, бәрі де әкелді деп айтып қалып атам сонда. Енді мен де баламын ғой. Сондай сияқты қыздар, өздерің үшін жауап беріңдер. Тек қана өздерің үшін жауап беріңдер. Алла бар деген сол. Саған енең айтпас, басқа айтпас. Ана бар деген сол. Алла бар деген сол, қыздар. Түбі сен не ектің, соны орасын түбі. Шаршап қалмаңдар, өмірден шаршап қалмаңдар. Саспаңдар. Мынау 60-қа келіп шошақтап, мынандай жаңа музыкамен немен жүретін ес, өсі біреу шошақтап деп айтқан адам айта берсін, мен саспаймын. Почему? Потому что я хочу, чтобы немного энергия бергім келеді сіздерге. Мына жаңа өсіп келатқан өспірім. Соларға мына 60-қа келгенде мен әлі жүр. Мен қазірде де менде келім бар, бірақ мен нетпеймін, шұқыланбаймын, ештеңе айтпаймын. Мейлі соткіде отыра берсін, мейлі не ештеңе айтпаймын. Өйткені өмір өзгеріп жатыр, қыздар. Баяғы өмір жоқ. Қалай десеңдерді, баяғы келім болмайды бәрібір. Сенің ақыры я айырылып тынады, ақыры я әйтеуір ұнамайды, баяғы келін болмайды бәрібір. Никак баяғы келін жоқ, қыздар. Баяғы ене жоқ, қыздар. Армандамайық. Мына өмірдің несімен жүріп отырайық, өмірдің ырғағымен жүріп отырайық. Мына сотка дегендер, мысалы, баяғыда 60-дағы адамдар менің жасымда сотка деген болды ма, қыздар, айтыңдаршы? О кезде сотка деген болған жоқ, интернет деген болған жоқ. Мына керемет заман емес пе? Пожалуйста, что хочешь, то и делай. Просто адам, мен түсінгенім, просто адам өзін самосовершенствование жүру керек болды. Мейлі, жұрт айта береді, көре алмаған, аяғын көтере алмай жүрген адамдар айта береді, аяғын көтере алмай, өмірін қалай әркіммен бір ластап алған, күші жоқ, менің күшіме жете алмай жатыр. Я менің өміріме жете алмай жатыр. Маған бәрі аспаннан салбырап, маған байлық түскен жоқ. Маған не түскен жоқ. Мен ештеңеден арланбадым. Қазірде де арланбайым. Жұрт айта берсін. Мынау шашын не істеп тастаған, біресе ағартады, біресе қарайтады, біресе сарғайтады, біресе қият, біресе ұзартады. Орамал кимейме. Мен өзім білем. Мне удобно. Как мне удобно?
театр, мен мысалы мен садақаға там осылай бармаймын. Садақаға барам ба, орамалым тартып, какшик алдымды жауып, омырауымды жауып жүрем. Мысалы өмір театр. Ал енді жастардың ортасына барам ба, жастарша барымша шашымды бірдеңе жасап, қасымды жасап, шашымды жасап, барымша жастар құсап, тырысам, мынау недегі мына кәрі қақпасы қайдан кетті деп айтпасын деп. Енді өзімнің возрастымда өзімше. Қыздар енді әр адам бар ғой, свободный, ешкімнің сөзіне ермеңдер. Мен, например, мен мысалы барлық нәрсесін оқыдым да, мысалы мен қазақ мұсылманның да бүкіл мудростарын оқыдым да, мұсылманның да ең құнды жерін оқыдым. Мудростарында мұсылманның да мудростарын оқыдым. Сосын христианствоны да қатты оқыдым. Христианствоның да түбі неде жатыр олардың да. Оны да оқыдым. Сосын буддизмнің де мудростарын оқыдым. Барлық нелердің мудростарын оқыдым. Ойладым, ең күшті мудрый болғым келді. Бәрін оқыдым, айттым ғой, екі не жатыр. Екі бөлме кітап жатыр деп айттым да. Мен солардың бәрін оқыдым. Әр кітаптан бір нәрсе түйдім. Әр кітаптан өз қателігіңді табасын. Сондықтан қыздар любой кітап оқи беріңдер. Сосын мен мынандай сұрақ қойдым. Отырдым да құтырынып дегендей жаңа. Енді отырдым делать нечего. Отырдым да жаңағы какая моя религия деп просто айттым. Я вот это менің мудростарын оқыдым. Мұсылманствоның мудросын оқыдым. Ананың енді христианствоның мудросын оқыдым. Енді өзім мұсылман деп айтылады ғой, қазақ болғасын бәрі мұсылман деп айтамыз ғой, енді мұсылманбыз деп. Бірақ ойладым, мен әлі мұсылманмын деп 5 мезгіл намаз оқып атқан жоқпын. Я болмаса жаңағы не оқып атқан жоқ. Сондай не деп келгенде светская религия деп келді маған. Ана религияның мудросты, мына религияның мудростын ала, сондағы менің түйгенім жаңағы доброта, любовь, ол қазақта да бар, доброта, любовь, жаңағы христианствода да бар. Енді смирение, сострадание дегенді мен буддизмнен алдым. Сонда енді өзіме одан я буддизм болып кеткен жоқпын, одан мен жаңағы не болып кеткен жоқпын, бірақ мен әр нәрсенің мудростарын алдым, қыздар. Сондықтан енді сендерде солай өмірлеріңе не ұнайды, соны алуларыңа болады ғой. Әр адам главный, маған енді көбісі айтады, апа сіздің тіліңізбен айтып отырғанда сіз намаз оқитсыз ба? Намаз оқитын адам сияқтысыз дейді. Значит, менің жаңағы не зат дейтін енді мұсылманның нағыз несі болып тұр ғой менде. Нағыз мұсылманның нағыз нелігі мудросты болып тұр ғой. Соған маған айтады солай деп. Сосын мен айттым, мен енді мұсылманмын деп, негізі мұсылман деп, қазақ болғасын деді мұсылман деп. Любой баласына дейін, шағасына дейін бәріміз айтамыз мұсылман. Кешірім сұраймын қыздар. Жолың болу үшін ата-бабаларға байланысты ма? Енді өзіңнің жолыңды өзің тап-таза ұсташы, қызым, тек жолыңды өзің тап-таза ұста, өзің тек әр уақытта өзіңнің энергияң қатты болса, негізі ата-бабаларға да нетеді ғой, енді ата-бабалардың да қандар бар бізде, бірақ сен қаныңды өзің көтеріп ұста, төмен ұстама, көтеріп ұста, бір нәрсеге қалайда жетем деп ұста өзіңді. Бір нәрсеге қалайда өзіңнің неңді, энергияларыңды алыңдар, қыздар, өзің энергияларыңды жоғары ұстаңдар. Сонда сенің нең басың болады. Сен 10 жерден жаңа ата-бабаларың мысал үшін, мысалы мамаларың, папаларың шамалау болса да айтады ғой, жақсыдан жаман тумай ма, ата жолын қумай ма. Сондай деп айтады ғой. Сондықтан енді ата-анаң ішіп жүрсе, тағы бірдеңе болса да, мен қалайда мен ата-анамдай болмаймын, екеуі де ішіп жүр, мен қалайда ата-анамдай болмаймын, мен қалайда десең, онда тек өзіңнің духыңды өзің көтеруің керек, өзің алға шығуың керек, өзің әр уақытта мен қалайда сол неге жетем, мен қалайда десең, Алла Тағала алып жүреді. Алла Тағала алып жүреді, қыздар. Сондықтан қалайда енді біреу айтып жатыр да, атам үйде соғыс туралы қарай береді, соғыс туралы кино. Қарай берсін. Он свободный человек, қыздар, қарай берсін. Сен ол атаңды дұрыс жолға салам деп әуреленбе. Қарай берсін, өзің қарама, болды. Қарай берсін.
ештеңе айтпа оларға. Бәрібір сен оларды түзей алмайсың. Атыраудан номер 1 мудрая женщина деп атсыңдар. Рахмет, жандарым. Раяпа жолдасын қол көтереді, кетіп қалдым, бірақ жолдас ажырасқым келмейді. Енді қол көтермейтіндей жағдай жасауың керек, Назгүл жарығым. Күйеуің қол көтермейтіндей жағдай жасау керек. Әуелде басында сен оның капризін қарап, әри теріп бері жығып, оны сынап шығуың керек еді. Дегеніңе көнбесе шықпау керек еді. Енді күйеуіңе шығып алғаннан кейін енді не болғандыра сен жығыласың, ты за мужем, сондықтан оның жынына тимейтіндей, қол көтермейтіндей жағдай жаса. Енді қол көтеретін еркектерге айтарым, слабый адамсыңдар. Әйелге қол көтеретін еркек, значит слабый еркек. Білімдерің жоқ, білімдерің тайыз, оны біліммен, сен әйеліңді біліммен түзеп алудың орнына қолыңды сатырлатып, қолың жұмсап атсыңдар. Сол сияқты аналарға да айтарым, балдарыңа не беру үшін, балдарыңа білім бере алмаған адам қолын жұмсап, потому что өзінде білім жоқ, сондықтан қол жұмсап, қолмен шабады. Білімі жоқ адам істейді тек қана, ұру соғуды тек қана білімі жоқ адам. Әдемісіз, кездескім келеді сізбен. Кел, Назгүл, кел шешені, мен приемыма келіңдер, менің приемым 10 мың деп айттым. Какая вы прекрасный человек дейді. Рахмет, қыздарым. Ерлі зайыптың арасына араласып ақыл айтқан дұрыс па? Дұрыс емес, қажет емес. Сенен ақыл сұрасаған айт. Қалай өмір сүру керек, немен тірлік айналысу керек, негізі ер мен әйел өзара ақылдасып шешпейді ме дейді. Өзара ақылдасып өз шешеді, ақылы саналар төмен болса, сен оған сана бола алмайсың, ақыл бола алмайсың. Тек сыртынан Алладан тілейсің. Жаныңа ұрып тұрса, сыртынан Алладан тілейсің. Мен сенің ақыл сұраған жоғым, жоғалармен де сен естейсің. Сондықтан әр адам өздері соққысын көру керек, өздері жаңағы өз жолдарымен жүру керек, бәрібір өз жолдарын өту керек. Ал біздер асығамыз, өзіміз біліп аламыз дұрыс жолды. Содан кейін біз асығамыз. Олай емес, бұлай дейміз, аузыңды жапшы дейді. Сосын ренжиміз. Оңбаған мен бір жақсы болсын деп айтып едім, өзіме со керек деген сияқты. Сондықтан қыздар, ешкімге ақыл айтпаймыз. Үйді тезірек алу үшін Алладан тілейсің, сұрайсың, көз алдыңа елестетесің, үй алу үшін. Қай қаладан, қай жерден, қай районнан алатынды көз алдыңа елестетесің. Мен қалайда осыны алам дейсің, аласың. Суперсіз. Еріншектен қалай құтылуға болады? Еріншектен жүгіресің, қашасың. Қашып кет еріншектіктен. Жүгіре бер. Сол уақытта еріншек артта қалып қояды. Күйеуім үй үшін шашады. Үй үшін шаршадым, ажырасқым келеді, бірақ ол келіспей отыр дейді. Ажырасқанда проблема шешіледі деп ойлайсың ба, қызым? Ажырасып кеткенде проблема шешіле ме? Проблема шешілмейді ғой. Сондықтан енді басқа жақсы жағын ойласайшы, ол жігіттің жақсы жағын ойлада, балдарды жетім қылма, айырылма, күш қуатыңа қарап беріп тұр Алла Тағала. Сол жігітті өзіңнің ой санаңа қарап, өзіңнің ой өрісіңе қарап берді. Өзің қандай уровеньде болдың, сондай жігітті өзің кездестірдің, қызым. Өзің ой өрісіңді түзе, одан да. Ажыраспа, ажырасқанда проблемаң шешіліп қалмайды, қызым. Қанша адам, Раяпа, осыны 11 жыл бұрын қайда болдың, Раяпа деп жылап отқан, маған талай қыздар келді. Астанадан сәлем деп атсыңдар, жандарым. Бізге ақыл айтқыш дегенім ғой дейді. Балаларым өзіме қарсы қояды, ақшамен алдап баланы дейді. Енді балаң саналы болса, ол бәрібір анасысың ғой, енді ол бәрібір ата-анадан ешқайда кетіп қалмайды. Айта берсін. Петропавлдан сәлем дейді. Сәлематсыздар ма? Қыздарым, жандарым. Сондықтан ойбай, ананда оқыту не дегендерді менен сұрамаңдаршы, қыздар. Мен жыным келеді. Оқытып, үйтіп, одан да мына ой санаңды, мына баю дейтін өзіңнің ой санаңда. Баю үшін, әуелі баюшылықты бастау үшін әуелі көбірек кітап оқыңдар. Как стать богатым? Мына әуелі өзің мына ой санаң богатый болу керек. Ой санаң байлық болу керек, береген болу керек қолың.
сонда ғана алаған боласың. Береген қолың алаған болады. Мына ой өрсіңмен әуелі сен қазір оқытып ал жақсы оқытып алдым дейді. Оқытып ал, ол қашанға дейін жүресің. Одан да мына ой өрсіңді тазарт. Ой өрсіңді бай болам деп, қалайда мен бай болам. Көз алдыңа елестет. Бай болғанда қандай бай боласың? Бай болғанда нелерің болады? Соларда ой өрсің, горизонтыңды өсір. Сонда ақша келеді. Ақшаны ойлай берме. Ойбай ақша деп ақшаны ойлама. Сен ана горизонтыңды өсір. Мен осындай бай болам, осындай болады, менде осындай тойхана болады, осынша нем болады, тойханам болады, осынша салоным болады деп өзің ой өрсіңді өсірсең, ақша автоматически ақша келеді, құйылады. Шымқаладан сәлем. Дастордан сәлем. Жезқазғаннан сәлем. Сәлематсыз ба? Мен үйде отырып жаман болып кеткенмін. Жаным, соғып алма маған. Так, сәлематсыз ба? Үйде отырып жаман болып кеткенмін. Жатсам да, тұрсам да, не деп атсыңдар? Жатсам да, тұрсам да, қайынапаларыммен сөзге келіп қалғанын ойлай берем, жынданып. Ұмыта алар емеспін, үйде отырам баламен дейді. Қызым, баламен отырсаң да, бірдеңе жасап отыр, спорт жасап отыр, жүгіріп отыр, бір орында секіріп отыр, отжимание жасап отыр, приседание жасап отыр, йога жаса, неде бар, соткыңнен йога қара, болмаса телевизордан йога қара, йога жаса, жүгір, секір, өкір, бақыр, кетір. Сосын өзіңе не қой, өзіңе серт қой. Мен қайынапаммен жете алмаймын, қайын жұрттарым жете алмаймын, енді қайын жұртыма вообще сөйлемеймін деп. Өзіңе молчание жаса. Оларға тек қана мақтап сөйлеймін. Олардың несін көрмеймін. Енді үйде отырып сен застой энергия болып қалғансың.